Ассалаумағалейкум, құрметті миллионерлер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Зе Құлымбет. Бүгін мен сіздерге өзімнің Зе Құлымбет YouTube арнамнан қанша табыс тауып жатырмын, қанша ақша шығардым, қанша ақша қазір жиналып қалды, қанша монетизацияны ай сайын маған түсуде, соны толығымен сіздерге көрсеткім келді. Қосымша сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып отырыңыздар, ал біз бастаймыз. Ал достар, қазір сіздерге өзімнің табысымды көрсетпей тұрып, көп адамдар маған сұрақ қоятын Зе Құлымбет бойынша қысқаша жауап кете берейін. Наяқтан Зе Құлымбет дегеннің ішінде Құлымбет деген менің фамилиям, менің ресми фамилиям, документте солай жазылған. Атым Абзал, фамилиям Құлымбет, то есть Құлымбет Абзалмын, Абдулғазиз Олла. Ал Зе деген сөз бұл уже бір заманауи модный дейді ғой, бір блогерский модный, немесе любой әншіге қарасаңыз, әншінің көбінесе бір кличкалары болады. То есть өзінің толық атын емес, бір кличкасын қояды деген секілді, там Зируза, тағы басқа. Соған байланысты мен де өзім осылай Зе Құлымбет қойған болатынмын. Білмеймін неге екенін, бірақ енді көптеген өзінің бір историясы бар. Оны айтып өтсем уақыт көп созылады. Сол себепті бұған қатты тоқталмай қоямын. Әрине қызық болса достар, бұған бөлек видео арнайтын боламын. Комментарийға жазып өтіңіздер. Енді қараңыздар, Зе Құлымбет арнамның статистикасына келетін болсақ, бұл жақта менде нақтан көріп отырсаңыздар 779, бұл маған осы айда түскен табыс болып табылады. Бұл табыс алдағы уақытта өсуі мүмкін, себебі бұл қаңтар айы әлі біткен жоқ. Сол себепті бұны әзірше толық біткен жоқ деп есептесек болады. Бұл қазір 779 болып тұр, алдағы уақытта 8-ге дейін көтерілу әбден мүмкін. Ал енді нақта бізде 1000 қаралымға $1.05 менде жазылып тұр. Бұл енді фиксированный баға емес. Себебі бұл өзгеріп отырады. Мен алдыңғы айларда қараған кезде бұл жақта $1.70 дейін көтерілген, кейде $2 дейін көтерілген. Сол себепті бұл бір фиксированный баға емес. Ал былай қаржы саласына бойынша осы $1-дан $2 арасында 1000 қаралымға береді ақша. Ал егер сіздердің каналдарыңызда прикол болсын, развлекательный контент болатын болса, онда әрине бұл 2 есе 3 есе аздау болады. Енді қараңыздар, мынаны мен түсінбедім, мына жақта особо қатты бір разбираться етіп қараған жоқпын. Это за воспроизведение. Енді бұны мен особо YouTube-тан ақпарат қараған жоқпын. Сол себепті бұған назар аудармаймын, бірақ сонда бір какой-то 1000 көрген үшін ба, біреңке енді мына жақта түседі екен. Бірақ енді көбінесе популярный 1000 қаралымға беретін ақша осы болып табылады. Міне астыға түсетін болса, мына жақта ваш доход деген жерде, мына жақтан әр айда түсетін табыстар, мына жақта январь айы толық емес бізде, сол себепті бұл 771 әлі толық емес. $8 дейін бару мүмкін, мен ойымша әлі бірнеше күн бар қаңтардың толық бітуіне. Мына жақтан бізде декабрь айында 775 түскен, мына жақта 769, мына жақта $9 түскен, мына жақта $11, мына жақтан тағы $10 түскен. Сөйтіп әр кезде әрғалай түсіп отырады. Әрине бұл жақта менің еңбегіме байланысты, көбірек видео салсам, видеоларым қаралымға көбірек баратын болса, онда әрине табыс көп түседі. Табыс бойынша мен қателеспесем максималды бір айда бір $15 ма сондай түскен болу керек, мен қателеспесем. Мен өзім уже шығарған ақшам қазір сізге AdSense-ке кіріп көрсетіп жүрейін. Міне мынау жақта менде уже жиналып қалған ақша $68. Бұны мен $100 болған кезде шығарып аламын. Ал мынау страницаға кіретін болсақ, мына жақта бізде менің шығарып алған ақшамның көлемі көрсетіліп тұр. $106 мен общий шығарған болатынмын. Шыны керек достар, менде табыс өзіңіз көріп отырсаңыздар бір көп түсіп жатқан жоқ. Сол себепті мен примерно жинап шығарып алатын болсам, жылына бір рет қана шығарып отырамын. Енді жылына $100 шамасы маған табыс түсіп отыр. Жылына $100 ойлаңыздар. Бұл өте аз. Сол себепті бұл YouTube арнадан бір көп табыс қазір уақыт тауып жатырмын деп тоже айта алмаймын. Міне достар, көріп отқандарыңыздай, мен примерно YouTube арқылы жылына $120 шамасында табыс тауып отырмын. Бұл өте аз ақша. Сол себепті қазір уақытта мен просмотр жағынан және контент жағынан жаңа контент идеялар ойлап табудамын. Себебі жай ғана просто инструкция беріп, қайда басасыз, тағы басқа, білімге арналған видеолар өкінішке орай көп жиналмайды, және де ақша жағынан өте аз болып табады. Сол себепті мен кішкене болса да арасында көп просмотр жинайтын, там депозит бар, тағы да басқа ақша бар, ақша жинау деген секілді көптеген қызықты тақырыптар бар, соларды тоже қосатын боламын. Және де тағы бір идеялар менде қазір пайда болып жатыр, бірақ оларды айтпай қоямын әзірше, олар құпия болсын. Алдағы уақытта более ақшаға байланысты жалпылама тақырыптар тоже қозғайтын боламын. Себебі бұл тақырыптарды қозғаған кезде просмотр біріншіден көп жиналады, там не бойынша, хайп бойынша, сосын бәрі уже подписчик көбірек болады и просмотрға тоже нормально төлейтін болады. А то инструкция көрсетесің, уақыт бөлесің, оны көп қолдамайды, лайк аз, просмотр аз, маған оған уақыт кетірудің особо қажеті жоқ. Былай Құдай қаласа мен өзімнің жабық каналым болады, сол жабық каналымда толық инструкция барлығын көрсететін боламын. Ашық достыққа одан бермейтін боламын. Қысқаша достар, осылай.
сіздердің алдарыңызда өзім табысымды көрсеттім. Қосымша сұрақтардың барлығын комментарияға жазамыз. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркелеміз, лайк басамыз, подписка басамыз. Бұл видеоны достарымызға таратамыз. Сіздермен болған мен Зе Құлымбет. Келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық барлығымызға. Чики-пау.